Қабдеш Жұмаділов. Қайран қарындастарым-ай. Әттең қарындастар-ай, жоламай қоя тұрсаңдаршы, сөзге қонақ беріңдер. Арадай талайтындарың не адамды? Айтқаным айтқан, адал махаббаттың жер бетінде бар екендігіне титтей де күмәндарың болмасын. Білем, махаббат жайында сөз шықса миықтарыңа кекесін күлкі үйіріле қалады. Сүйемін деген адамға таң тамаша боп аңтарыла қарайтындар да бар. Шындарыңды айтыңдаршы, бір кездері өздеріңді өртене сүйген, алғашқы махаббаттың жеткізіп айта алмай, алқына сыбырлап тұрған бір жас жігіт әрі қайсыларыңның естеріңде болар. Жоқ деп көріңдерші қане. Болды, қызармай-ақ қойыңдар. Міне, солардың бірі менің де есіме түсіп отыр. Жарайды ендеше, аузымды қыздырып болмадыңдар ғой. Бекер отырғанша сендерге бір қызық әңгіме айтып берейін. Оған да бір талай жыл болды. Университеттің алғашқы курстарында оқып жүрген кезіміз. Жатақхананың бір бөлмесінде 4 жігіт тұрдық. Бірге оқып жүргеніміз болмаса, төртеуміз дүниенің төрт бұрышынан келгендей мінездеріміз қым-қиғаш еді. Ішіміздегі басының дымы кеппеген жастауы мен едім. Әлі ештемеге ден қоймаған, әрнеге бір ұрынып жүрген албырт кезім. Кімнің бойынан жылтыраған артықшылық көрсем, соған жуық жүрем. Сондықтан да болар, менің серіктерімнің әр қайсысы бір өнерден құр емес еді. Қол-аяғы серейген ұзын Асқар өз алдына бір дүние. Бірінші разряд боксер болатын. Күнде таңертең ортекеде ойнап шабынған Асқардың дүбірінен оянатынбыз. Терезенің жақтауына бір газетті асып қойып, қолды аяққа тұрмай қалшылдап, соны қойғылайтын да жататын. Өзі бір бала секілді ақ көңіл жігіт еді. Оның шақпақ-шақпақ бұлшық еттерін көргенде басқа дүниені ұмытып спортқа аңсарым ауатын. Асқарға үш қайнаса сорпасы қосылмайтын асылқан бір бөлек жан. Мектептен кейін бір талай жұмыс істеп келген ересек, пысық жігіт өзі ауқатты, қалтасынан ақша төгіліп жүреді. Ала қағаздан аулақ, суыт жүрістің адамы, үйге қонбай 2-3 күн деп жым-жылас жоғалып кететіні де бар. Стипендиясыз қалғанына Асылқан айылын да жимайды. Дегенмен осы жігіттің қауым арасында абыройы да бар еді. Менің көзіме ол жай біреу емес, қалайда бір киелі адам сияқты боп көрінетін. Әйел затына келгенде перісі бар десуші еді жігіттер ол туралы. Сол үшін оны әркім ақ сыйлайтын. Шынын айтуым керек қой, Асылқанның жігіттік жеңісі мені де қатты қызықтырушы еді. Асылқанға от пен судай қарама-қарсы біздің бөлменің 3-ші тұрғыны Қажым. Осы бір ғажайып адам күні бүгінге дейін көз алдымда. Ұяңдау, сарғыш шашы жалбырап тұратын аққұба, арық жігіт еді. Үлкен қой көздері жұмсақ нұр шашып, адамға біртүрлі ойлы қарайтын. Үнемі көзілдірік кигендіктен кеңсірегінің үстінде қызарған дақ тұрушы еді. Осы жігітті мен жанымдай жақсы көрдім. Оның ұшан теңіз білімі, шуақты жарқын ойлары мені магниттей тартып тұратынды. Әсіресе оның салқын сабырлылығы мен ерік күші мені қайран қалдыратын. Басқаларымыз болымсыз нәрсеге қызыл кеңірдек болып қырқысып жатқанда, ол бір шетте елеусіз ғана отырар еді. Ұсақ әңгімеге араласпайтын. Ал бір сөйлесе, түбін түсіре, жеріне жете сөйлеуші еді. Ол тіпті көп білетін, тірі шежіре десе де болғандай. Қай кезде оқып алған кім білсін, батыс пен шығыс әдебиетін судай сапырушы еді. Сонау бір өткен классиктер жайында нақ соның қасынан келгендей тамылжыта, төндіре сөйлейтін. Емтихан кезінде бізге ұсап тұмсығына шаншылып оқып жатам ол, баратын да сұраған жерінен жарып жауап беретін. Шынымды айтайын, Асылқан мен Қажымның ортасында мен едәуір ыңғайсыз жағдайда жүрдім. Жастықты қойсайш, екеуіне де ұқсағым келеді. Бір басымда қайсына тартарымды білмей дал болам. Ол бір менің өзімше жігіт болып бой түзей қалған шағым ғой. Ештемеге мойным жар бермей, кеш болса үйде тағат тауып отыра алмайтынмын. Мұндайда Қажымның қасында қалудың өзі азап. Шұқшиып, ертеңді кеш кітаптан басын бір алмайтын еді ғой сабазың. Тегі ғылымның да адамға берер ләззаты көп ау деймін. Осындайда мен шыдай алмай, қойшы енді кітабы құрғырды лақтыршы дейтінмін жалынып. Одан да біраз билеп бой жазайық. Би дегеніңіз аяқтың өнері ғой деп ол күледі. Жігітке әуелі бас керек бауырым. Қызбен таныспайсың ба?
омалып үйде отырсаң өзі іздеп келеді деп пе едің деп мен де қажай түсем. Асығатын не бар? Маған деген қыз жүрген шығар бір жерде. Қолына ілінген ала салушы ең. Бір сұлуын таңдап ұстамайсың ба? Жоқ, деді қажым басын шайқап. Сұлу әйел маған қол емес қой. Онымен шұғылданып отыруға мұрша бар ма? Бір жолы мен оның өткен өмірі жайында сұрадым. Ол бөлменің ішін әрі-бері кезіп жүріп, әңгіме шертті. Білем, жасына жетпей қартайған, жетесіз жігіт деп мені сөгесіңдер. Мүмкін солай да шығар. Сендердің сындарыңа толу үшін маған қайта туу керек қой. Осыны айтып, ол бір сәт үнсіз қалды. Шешені туа сала жұтыппын. Бір үйде әкем екеуміз ғана тұрдық. Әкем соғыста екі аяғынан бірдей айырылған мүгедек болатын. Жеткілікті пенсия алып тұрды. Бірақ екі аяғымен бірге жайдары жүз, көңілді күлкісін де сол жаққа тастап кетсе керек, тым қатал кісі еді. Көп ішетін. Тек ішкен кездерінде ғана жұмсарып, бір қам көңіл күйге түсетін. Бала болып еркелік, шолжақтық дегенді білдім бе екем мен. Оқудың сыртында бір үйдің шаруасы мойнымда болды. Сәл қылдан тайсамақ, балдағымен жондата салып жіберуден менің әкем тайынбаушы еді. Мұны әкемді жек көргендіктен айтып отырғаным жоқ. Мен оны аса қадірлейтінмін, әрі өзін соншалық аяйтынмын. Көкірегінде лықсып жатқан ашу ызасын менен өзге кімнен алушы еді ол? Бұл күнде марқұмды сағына еске аламын. Әкемнің емен балдағы арқамда талай рет осып өткені есімде. Бірақ онда тұрған не бар? Оның есесіне тұрмыстың таяғын азырақ жейтін шығармын. Оның әңгімесі адамды еріксіз ойға қалдыратын. Мені ойлауға үйреткен қажым десем де болар. Шіркін, ойлай білудің өзі де өнер екен ғой. Өмір деген қызық қой. Екінші бір күш кеп мені Асылқан жаққа итермелейтін. Қанша байсалды болайын десең де, жастық шіркін өзінің дуылы жәрмеңкесіне сүйреп аға кетуші еді. Кейде маған Асылқаннан бақытты ешкім жоқтай көрінетін. Барлық қызық соның қасында тұрғандай ол сыланып, бір жаққа жиналып жатқан кезде аузым аңқайып қарап қалам. Сайтанның өзі де өңді немеді ғой. Толқын бұйра шашты, ақ құбаның әдемісі. Түлкінің көзінде жанып тұратын көзінде бір пәле бар еді әйтеуір. Ақ көйлек, қара костюм киіп шыға келгенде қарлығаштай қылаң ұратын. Ал енді оның бір мезет уайымдап киігенін көрген емен. Үнемі мейманасы тасып, көңілді жүреді. Бізге айтатын сөзі мынау. Жігіттер, заман екі келмейді, өгіз аттай желмейді. Айналдырған аз өмірде қармап қалу керек қой. Бұл сөз менің көкейіме қона кетеді. Шама келсе, мен де қармап қалсам деп ойлаймын. Қармағанда қыздар жөні ғой әрине. Асылқан қатарынан бірнеше қызбен жүреді. Бір өңкей мөлдіреген сұлу қыздар. Асылқанды өздері іздеп келетінін қайтерсің? Тіпті оқу бітіріп кеткен қыздар облыстардан іздеп келеді-ау. Кейде ойда жоқта есік қағылады. Асқар екеуміздің қай бұрын ұмтылғанымыз жүгіріп шығамыз. Есіктің алдында бейтаныс қыз тұрады. Кім керек қарындас? Бірінің аузына бірі түкіріп қойғандай бәрінің айтатыны бір ғана есім. Асылқан. Ол қазір жоқ еді, үйге кірсеңізші дейміз өтініп. Қыздар бізге көз қырында салмайды. Қабақтарын шытып, сағаттарына қарайды да жөнеле береді. Қыздармен кездесуден кейде Асылқанның өзі де бас тартады. Әлде бізге өзінің құдіретін көрсеткісі келе ме? Осыларақ тойдырып болды-ау. Жұғыса кетсең шырмауықтай оралады. Үйде жоқ дей салыңдар, құдай үшін деп кәдімгідей кейіп қалады. Мұны көрген біз жағамызды ұстаймыз. Осы сенің не сиқырың бар? Қыздардың басын қалай айналдырып қоя аласың деп сұрайды Асқар шын қызығып. Бұдан оңай нәрсе бар ма? Сонда қалай енді, айтсайшы. Әйелдердің осал жерін білем дейді Асылқан астамшылықпен. Асқар біраз жабырқап отырады да, жігіттер, мені қай сайтан түртті екен дейді санын соғып. Не боп қалды сонша? Өткен жылы әкем бір жекжатымыздың қызын айттырмақ болғанда ат-тонымды ала қашып көнбей қойып ем. Енді ойласам оның бекершілік екен. Қайтсын, ойнаған боп ойындағысын айтып отыр. Жүргенге жүрген білінеді деген соң Асылқанға атқосшы боп мен де бір талай салпақтадым. Бірақ адамның жұлдызы оңынан тумаса не шара? Асылқан қанша баулыса да менен ештеңе шықпады. Қыздың қасында оңаша қалсам-ақ аузымнан сөзім түсіп берекем қашады.
кілең бір мағыналы сөздер тауып айтқым келеді. Өмір жайында, махаббат жайында философия соғам. Амал қанша, қыздар менің сөзімді самарқау тыңдайды, зерігіп есінейді. Сөйтсем, ондайда қайдағы бір ұсақ-түйек дүниелер сөз болатын көрінеді ғой. Мұны көрген Асылхан былай шыға бере менің құлақ етімді жейді. Қыз алдында қалтырап қоя беретіндерің не сендердің? Жүрегіңді қолың астап қылғынасың да қаласың. Ағыңнан жарылып алқына сөйлеуді қойшы осы. Ондай сөздің қыз үшін көк тиынға күні жоқ. Ойлануға шамасын келтірмей билеп төстеп алып кетпейсің бе? Әр нәрсені бір шатып, ой түсіріп нең бар жаным-ау. Жомарт табиғат әркімді бір өнерден құралақан тастамаған ғой. Асылхан да өз ісінің шын шебер еді. Қыз алдында қандай батыл, жай күндегіден мүлде өзгеріп шоқтығы биіктеп кететін. Оны көргенде менің есіме ауылдағы Бақтияр деген жылқышы түседі. Ол тепсініп жетіп барғанда құлағына қой апартпайтын не бір асау қолтығының еті дірілдеп тұра қалушы еді. Асылханның қасына келген қыздарда салмағынан айырылып жеңілтек боп кетеді екен. Орынсыз күлегештеп, езулері жиылмайды. Оның әшейін айта салған түкке тұрғысы сөзіне ішектері қатып қалады. Сонан соң жылан арбаған торғайдай жақындай береді. Мен Асылханның әр қимылын мүлт кетірмей бағып тұрам. Сіз деп сызылып тұрама ол. Әңгімені әзілден бастайды да сенге көшіп ала қояды. Сиқыр дерсің. Бір уақытта қыздың қолын аялай ұстап алақанына салып тұрғанын байқайсың. Енді біраздан соң әлгі қыз Асылханның қолдығында кетіп бара жатқанын өзі де сезбей қалады. Осы бетіммен Асылханның артында қанша жүрерімді кім білсін, егер қысқы емтиханда 2 сабақтан 2 алып стипендиясыз қалмасам. Бұрынғыдай емес, ақыл кіріп тізгінімді қымтып ұстайтын болдым. Студенттік өмірде қызы еді-ау шіркін. Өстіп жүргенде қысқы демалыс болды. Ауылға барып 10 шақты күн аунап-қунап қайттық. Демалыстан оралғанда мен қажымда бір өзгеріс барын байқадым. Тіпті сергек, 2 күннің бірінде киім үтіктеп, қырынып сыланатын болыпты. Бұрынғыдай кітапқа көміліп отыру жоқ. Кеш болса әлдебір жаққа асығыс жөнелетінді шығарған. Аға Құдай, бірдеме берерсің деймін қуанып. Өздігінен sıраша қоймаған соң бір оңашада қадала кеттім. Қажеке, жаңалық бар ғой өзіңде. Біреуге ғашық болғаннан салмысың, айтсайшы. Оның рас болады. Іздеген адамды тапқан сияқтымын дейді қызарып. Мені не алып тұрғаны. Мен сол шақта жігіт жүзінен өзгеше бір нұр көргендей болдым. Әйтеуір қажымда жоқ бір заттың орны толған сияқты. Әлде қаңыраған иесіз үйге бір базарлы семья көшіп келгендей ме? Көздерінде тек бақыттылықтан туатын жарқын нұры бар. Тұла бойын көктем тасығандай тіршілік рухы кернеп тұр. Құттықтаймын деп қолын қыстым. Иә, қай жерде жүр екен ол періште? Осы жолы пойыз үстінде таныстым. Өзіміздің облыстікі, пединститутта оқиды екен. Қалай өзі, сұлу ма? Өзіме ұнайды. Аты кім? Шекер. Аты да тәтті екен. Таныстырасың ғой. Қаласаң бүгін кеште-ақ ертіп апарайын. Барымызды киіп кешке жақын қыздарға қарай бет алдық. 2 қыз пәтерде тұрады екен. Шекер маған бірден ұнады. Орта бойлы, толықша келген қызыл шырайлы қыз. Бет ажарында уылжыған жастық нұры ойнайды. Маңдайына төгілген кекіл шашы да бір еркелік сипат береді өзіне. Мойылдай қап-қара көзі жаудырап, еріндері бүлдіргендей керіп тұр. 2 қызды киноға ертіп барып, кешті көңілді өткіздік. Екеуміз қайтып келе жатқанда, бағың бар екен Қажеке. Шекер жақсы қыз дедім мен. Сол қызды өзім алатындай қуанып. Қатты сүйесің бе өзің? Не десем екен, әйтеуір сол жаққа күнде бара бергім келеді. Ажарына қараудан бір тоймайым. Сонда қалай болғаны? Сүйетін болғаның ғой. Білмеймін, тосынан бір күш келді де жан дүниемді астан-кестен етті. Еркімнен айырылып қалдым. Жақындықтарың қай деңгейге дейін жетті деп сұраймын әуестікпен. Сүйісіп жүрміз ғой әйтеуір деп ол құлағына дейін қызарып кетті. Сол күннен бастап қажымның тіршілігі мүлде басқа арнаға түсті. Шекерге бүкіл жан тәнімен құлай берілді ол. Шын ғашық сондай-ақ болар. Махаббаттың дүлей күші бейшара жігітті қаңбаққа айналдырып жіберді. Жек көрсе де, жақсы көрсе де тұла бойымен түгел омырыла құлайтын бір адамдар болады ғой. Қажым да сол күйге ұшырады.
мұндай махаббат тек жаны таза, табиғаты құнарлы адамдарда ғана болады. Сол шақта оның бойына біткен қайратқа күні бүгінге дейін таңғалам. Қыдырудың сыртында сабақты да түбін түсіріп оқып жүреді. Әр күні таңертең орнынан қуана, құлшына түрегелетін. Сонан бастап көзі ұйқыға барғанша тыным алмайтын. Біз қыздармен көп қыдыратын болдық. Жаңа кино мен театрдан құр қалмаймыз. Қолы қысқа болса да қажым жоқшылығын білдірмей, қалтасындағы соңғы сомын қуана-қуана жұмсап жүрді. Әншейінде жарты сағаты текке өтсе, зыр қағатын жігітім енді қыз қақпасының алдында өткен уақытын ең бір мағыналы минуттардай сезінетін секілді. Театрдың киім ілетін жерінде ол да бір құшақ пальтоны рахаттана көтеріп тұратын болды. Қысқасы, Шекер үшін қажым жер шарын жаяу айналып шығуға да дайын еді. Сүйген кезінде адамның қолынан келмейтін нәрсе болмайды ғой. Шіркін, сондай шақта қыздардың қоятын талабы биік болса, мына біздер бұдан көріп басқаша болар едік-ау. Көктемнің бір кешінде Шекер бірінші рет біздің бөлмеге келді. Қажымның туған күнін сылтауратып, бірнеше жолдастарымен қоса шақырғанбыз. Шекер жігіттерге де ұнады, білем. Кеш тым көңілді өтті. Ән шырқалып, әңгімелер айтылды. Ортасында өңі тәуір қыз отырғанда жарқ етіп көзге түскісі келетін жігіттердің әдеті емес пе? Әркім-ақ шамасы келгенше сілтеп жатыр. Неге екені белгісіз, тек Асылхан ғана өзін салқын ұстады. Басым ауырып отыр деп ештемеге араласқан жоқ. Арақты да аз ішіп, бір шеттеп моп-момақан отырды да қойды. Қонақтар тарап оңаша қалған соң қыздар туралы әңгіме қайта қызып, қауқылдасып көп отырдық. Үндемей жүріп мықты шықтың ау Қажеке, дейді Асқар екі езуі құлағына жетіп. Мұндай қыз тіпті Асылханның да қолына түспеген болар. Қалай дейсіңдер? Бұл сөз Асылханның жүрегіне шық ете түсті білем. Сұрланып кетті де, атақты ұры аштан өліп, жұмсыма ұрымай жепті деген ғой жігітім деп күлген болды. Бірақ онысы күлкіге құсаған жоқ. Түсі бұзылып, жақ еттері дір-дір етті. Бұл не деген сөзің? Едәуір ішіп алған Асқар жастықтан басын жұлып алды. Қажымды кім деп жүрсің сен? Оның ең жақсы қызды алуға хақысы бар. Өмір бойы жүрегіне дақ түсірмей өзін адал ұстап келген кімің бар қане? Әйел жөнінде Қажымның сыбағасы сол күйінде тұр. Асылхан Асқардан жасқанатын. Өткенде бір рет Асқардың оны аздап ұшықтап алғаны бар. Сол есіне түсті ме, сөз таластырмай одеялын бүркеніп, теріс қарап жатып алды. Күндер осылайша өтіп жатты. Май айының майда қоңыр кештерінде Шекермен қолыстасып Қажым жүрді. Бір жолы оның былай дегені бар. Алматы көктемі қандай әсем. Бұрын неғып байқамағам, көкірек көзімен ашылғандай. Биылғы бұлбұл үні де маған соншалықты түсінікті таныс секілді. Осынау жарық дүниеде өмір сүру қандай тамаша. Бірақ амал қанша, оның бұл мерекесі ұзаққа бармады. Жаздық емтихан жақындап, әркім өз қамымен кеткен бір шақ болатын. Кітапқа үңіліп, бөлмеде жалғыз отырғам. Бір уақытта иіні түсіп, салы суға кеткендей боп Қажым келді. Шүберектей қуарған өңін көріп шошып кеттім. Бәдір-ау, саған не болған? Түсің өзгеріп кетіпті ғой. Бәрі бітті, деді ол, ауруы жанына батқан адамдай қинала тістеніп. Не болды? Айтсайшы деймін, дегбірім қалмай. Қажым сұрама дегенде қолын сермеді. Неде болса бір сұмдықтың болғаны анық. Қайғыны арақ басады дегенде естуім бар. Кел мынаны қағып ал деп столға шақырдым. Қажым іркілген жоқ. Қырлы стаканға толы ақ арақты дем алмастан тартып жіберді де, мынауың ақыл болды-ау деді тамсанып. Сарайым кеңіп сала берді ғой. Ол бірінші рет арақты сүйсініп ішті. Ал, енді айтшы әңгімеңді, не жағдай? Шекермен айырылысып кеттім. Не дейді? Бір жолата ма? Бұдан кейін жолықпайтын болдық. Сүйген адамым бар дейді. Қойшы ары, онда ешкім жоқ еді ғой деймін жамандыққа жорымай. Бақталас бір мықтының табылғаны да. Қажым қинала күлімсіреді. Қой, әлден олай деп көтересіз бе? Жай бір көңілге жоқ кезде барғансың ғой. Әлі-ақ түсініп кетерсің деп білгенімді айтып жатырмын. Ертеңіне Қажымды Шекерге барып жолықтуға көндірдім. Кешке театрға бармақ боп билет алдық та қыздарға қарай жол тарттық. Міне, Тастақтың бір тар көшесіндегі таныс үйге де жеттік.
Қақпа алдында қарсы алған ешкім болмады. Бұрынғыдай жайраңдап жүгіріп шығатын шекер жоқ. Шынжырын жұлқыған қасқыр ит арс-арс етіп қораны басына көтерді. Үйден көзілдірік киген қатбалау кемпір шықты. Келіп кетіп жүргенде талай рет отынын жарып беріп рахметін алғанбыз. Бізді танып итіне зекіп тастады. «Шура үйде жоқ», деді кемпір біздің бұйымтайымызды айтқызбай біліп. «Қайда кетті екен, білмейсіз бе?» «Кім білет, маған айта ма?» «Жалғыз кетті ме?» «Не десем екен?» Кемпір қипақтап қалды. «Оған енді жаңа біреу келіп жүр ғой, сонымен кетті». Кемпірге қош айтып көшеге шықтық. Мәселенің мен ойлағандай жеңіл-желпі еместігіне көзім енді жетті. Айтатын ештеменің ретін таппай қипақтап қажымға қараймын. Сұмдық-ай, қалай жүдеген өзі, сүзектен тұрғандай. Бір күннің ішінде қартайып кеткен дерсің. Көзі жасаурап, темекіні үсті-үстіне тартып келеді. Бір уақытта «Қиналып қайтесің болады», деді маған өзі көңіл айтып. Таңданатын не бар? Мұндай оқиға аз ба өмірде? Тек сезімнің алданғаны қиын екен. Әлдекімді пір тұтып табынасың. Қиялдың ғажайып көргіне бөлеп көкке көтересің. Сүйесің жан-тәніңмен. Кенет әлгі әулие санаған адамың жай бір пенде болады да шығады. Жаныңа бататыны осы ғана. Көкірегінде лықсып жатқан қалың ойдың бір бунағын осылайша сыртқа шығарды да қажым тастай бекініп алды. Енді одан дерек алу қиын. Тек сыртқы қияпатынан өзімен өзі арбаласып келе жатқаны байқалады. «Билетті қайтеміз», дедім бір кезде спектакль есіме түсіп. «Құдай үшін мені оңаша қалдыршы», деді қажым өтініп. «Театрға өзің барып қайт». Осыны айтып ол басқа көшеге бұрылып кетті. Қалтаны қағып сатып алған 4 бірдей билетті өлтірейін бе? Асығыс театрға қарай ұштым. 3 билетті өткізіп қалған біреуімен өзім ішке кірдім. Әйгілі еңлік кебек жүріп жатыр. Бақытсыз махаббат құрбандарына кемінде 10 рет көз тігіп отырған шығармын. Тағы да сол күңіренген қобыз үні шығады. Құйрығы жоқ, жалы жоқ, құлан қайтып күн көрер. Аяғы жоқ, қолы жоқ, жылан қайтып күн көрер деп асан абыз сарнайды. Қос ғашық сыры неге екені белгісіз, маған осы жолы тым етене жақын болып сезілді. Сахнадағы еңлікпен кебекке қарап отырып, әртүрлі ойға кетемін. Қандай асыл жандар. Қара түнек заманға қарсы шапқан неткен ерлер еді. Жас жандарын қиса да махаббатты өлтірмей сақтап қалды ғой олар. Сол махаббаттың шылбыр тізгіні қолымызға тигенде, мұна біздікіне жаным-ау. Жұдырықтай жүректі басқара алмай, қайғыны қолдан жасап жүрген жоқ бекеміз осы. Бірінші акт аяқталып, жұрт үзіліске шыға бастады. Екі-екіден қолтықтасқан елге қарап, фойеде темекі тартып тұр едім. Кенет қарсы алдымнан шекердің маңдайы шарқ ете түскендей болды. Я, дәл соның өзі. Қасында жігіті бар. О, тәңірім, кімді көріп тұрмын ей? Асылхан ғой мынау. Мен не істерімді білмей жұрттың тасасына тығыла бердім. Тұла бойымда қорқынышқа ұқсаған бір сезім билеп кетті. Бір тәуірі олар мені көрген жоқ. Шекер наздана жымиып бірдеме айтып келеді. Асылхан бір сөз айтып еді, қыз оның иығына асылып сықылықтай күлді. Екеуі қол ұстасқан күйі буфетке қарай өте берді. Бұл дүние не боп барады апыр-ау? Өз көзіме өзім сенбей сенделіп тұрып қалдым. Алқымыма бірдеме тіреліп, көзіме жас толып кетті. Әттең, шекер-ай, сен де Асылханның тырнағына ілініп пең. Қайран қажымды кімге айырбастағаныңды білесің бе деймін, жүрегім қан жылап тұрып. Спектакльдің соңына қарағым келмеді. Жылысып сыртқа шықтым да, басым ауған жаққа кете бардым. Салқын кеште көше кезіп бірталай жүрдім де жатақханаға қайттым. Бөлмеге келсем, қажым жалғыз екен. Екі қолын жастанып төсектің үстінде шалқасынан жатыр. Екі көзі төбедегі бір ноқатқа қадалып қалған, кірпік қақпайды. Неге ерте келдің? Театрға кірмедің бе? Деді ол сол жатқан күйе қозғалмастан. Жалғыз кіргім келмеді. Басқа не демекпін? Көрген білгенімді бастан аяқ баяндайын деп бір тұрдым да дереу бас тарттым. Кейін біле жатар. Жан жарасын тырнай беріп керегі не? Ол сол бетінде ұзақ жатты. Қиналып жатыр ғой.
Анда-санда жаралы жолбарыстай ыңыранып бір бүйіріне аунап түседі. Шешініп жатсам да көпке дейін ұйқым келмеді. Қажымды ойласам қабырғам сөгіледі. Өмірде бәрін жасап, бәрін тындырып жүретін осындай бір бейнетқор адамдарға рахат пен ләззаттан тым аз үлес тиетінін ойлап, қатты назаландым. Енді бірде басыма мынадай да ой келді. Әлде Асылханға барып, сауған болсын ағатай, Шекерді енді жайына қалдыра көр деп жалынсам ба екен? Жоқ, оның алдына барып бас игенше өлген артық қой. Онан да Шекерге барып бар жайды айтсам болмай ма? Аянатын не қалды? Асылханның бетін шиедей ғып бір әшкерелейін. Достық ниет білдіріп пәледен қорғап қалсам, мүмкін Шекер қайта оралар да. Сонан кейін не болды деп ойлайсыңдар? Мен бейбақ беттің арын белбеуге тиіп Шекерге де бардым-ау. Өзін әбден жақсы көріп кетіп ем, жамандыққа қимадым. Арамзаның аузынан арашалап алғым келді. Таңертең орнымнан тұра салып үкідей ұшып жетсем, Шекер ерте тұрып қорадағы алма ағаштың саясында сабақ оқып отыр екен. Үстіне гүлді халат киіпті. Жаңа шыққан күн сәулесі қыздың жүзін қызыл шұғылаға бөлеп нұрландыра түскен. Мен қасына жетіп отырғанда Шекер селк етіп үрейлене қалды. Сұлу мойнын иіп, үріккен аңдай одырай қарады. Менен бір оқыс хабар күткен сыңайы бар. Болат, сен екенсің ғой, деді түсін жылдып. Неге ерте жүрсің, жай ма? Сенде бір тығыз шаруам болып, ол не шаруа деп қыз дегбірсіздене түсті. Асылхан мен Қажым қақтығысып қалды ма деп алаң боп отыр ғой. Соны сезіп сөзді тікесінен бастадым. Шекер, сен Асылханмен кездесіп тұрасың ғой, солай ма? Қыздың бетін жоғалтан қызыл бояу шарпып өтті. Бірақ көзін тайдырған жоқ. Оны неге сұрадың, деді үрейленіп. Жай, бірақ бұдан бұлай одан бойыңды аулақ салсаң деп едім. Ол сені орға жығады ғой. Шекер, әлі де ойланшы. Тәйір-ай деген кісіше қыздың өңі құлпырып сала берді. Қуанышын жасырмай, сол мекен келген жұмысың деп сыңғырлай күлді. Онда ізіңше қайта бер, ақылың өзіңе. Мен жалма-жан Асылханның қандай адам екенін айта бастадым. Бұған ешқашан үйленбейтіндігін, бір бұл емес талайды сорлатқанын, Қажымның қасында оның тіпті адам емес екенін дәлелдеп жатырмын. Бірақ текке арам тер болыппын. Бір қарасам, Шекер мені оқты көзімен атып, жирене қарап тұр екен. Сен де жігітпін деп жүрсің-ау, деді маған өшіге қарап. Біреудің сыртынан өсек айтуға қалай ұялмайсың? Білем, оны неге жамандайтыныңды. Көре алмайсыңдар. Іштарлықпен айтып тұрсың. Қаным бұрқ етіп басыма шапты. Бұлай болар деп кім ойлаған? Тұтқиылдан тиген соққыдан есеңгіреп қалдым. Енді сөз қылатын түк те қалған жоқ. Үмітім үзіліп, тауым қайтып қалды. Жарайды ендеше, мен қарызымнан құтылдым. Бірақ қашан айттың деме, түбінде өкінесің, дедім де сырт айналып жүре бердім. Мен үшін қам жемей-ақ қой, сенің алдыңа жылап бармаспын, деп Шекер де дауыстап қалды. Осы оқиғадан кейін біз ол жаққа аттап басқамыз жоқ. Тек арада бірнеше күн өткенде Шекерді тауға алып барғандағы қызықтарын Асылханның желіде естіп айтып отырғанын естідім. Істің немен тынғанын Қажым да білді. Алғашқы махаббаты ғой, оңай дейсің бе? Есіл азамат талайға дейін салғырт болып жүрді. Бірақ ол нағыз еңбек адам еді ғой. Көптен соң өзінің тынымсыз тіршілігін қайта тапты. Бар өшін кітаптан алатындай оқу залынан шықпайтын болды. Бақталасынан өш алуды Қажым ойлағанда жоқ. Тіпті Асылханның мұрнын бұзбақ болған Асқарды өзі басып тастады. Курстағы басқа жігіттер де желігіп Асылханды жиналысқа салмақшы болды. Көпшілік орта қалса түтіп жіберетіні сөзсіз еді. Бірақ Қажым бұған да көнбеді. Сірә өзінің пәк сезімін көрінгенге кергілетіп, кірлеткісі келмеді-ау деймін. Шекерді содан қайтып көре алмадым. Бірнеше айдан соң оны тастап кеткенді. Кейін сырттай оқуға ауысып, жас баласымен ауылына кетті деп естідім. Кім білет, ендігі ол да оқуын бітіріп, бір жерде үйлі баранды болып отырған болар. Кейін жігіттердің тағдыры не болды дейсіңдер ме? Олар да оқуларын бітіріп, елге кеткен. Қажым қазір өз облысында пединститутта сабақ береді. Жақында докторлық қорғау қамымен Алматыға келіп қайтты. Бертінде 2 баласы бар бір келіншекке үйленген екен.
сонымен тату-тәтті тұрып жатқан көрінеді. Асылқан оңтүстік жақта болатын. Өз мамандығын тастап сауда жағына кетсе керек. Овощ, жеміс қоймасынан білдей меңгерушісі. Өткен жылы вокзалда кездестірдім. Барнаул жаққа бір вагон алмай кетіп бара жатырмын дейді. Сол баяғы қалпы иненің көзінен өтеді. Ал қыздар, мен куәсі болған бір махаббаттың тарихы осылайша көңілсіз аяқталды. Бұған кінәлі кім екенін өздерің айтарсыңдар. Мен тек дүниеде ізгі жүрек адамдардың да бар екендігін естеріңе салмақпын. Өмірге тұтқа боп тұрғандар солар. Ал енді махаббатқа шек келтіре көрмеңдер айналайын. Махаббат та бір бақыт құсы ғой. Амал қанша, өзіміз сол құстың басымызға қонғанын сезбей қаламыз да, пыр етіп ұшып кеткенін бірақ біліп жүреміз.